Ассалаумағалейкум, мұсылмандар. Мен әлі күнге дейін таңғаламда мына имамдар, мына лекция оқитын, уағыз тарататын адамдарды мына мүфтият қалай таңдап алады. Әлде бүкіл мүфтияттың бәрі дүмше молдама, діннен ешқандай хабары жоқ. Қазір мына тыңдап қараңыздаршы мына екі адамды мына. Арман Қуанышбаев деген мен Қабылбек Әліпбайұлы деген. Екеуі де керемет ұстазбыз деп есептейді өздерін. Бір ғана сұрақ, мына бір ғана жауаптың орнына бұлар екеуі екі түрлі жауап беріп отыр. Мысалы ажырасу туралы. Мына Арман басқаша дейді, ал енді Қабылбек Әліпбайұлы оның айтқан жоққа шығарып өзінше басқаша айтады. Сонда бұлардың екеуінің қайсына сенуге болады? Ал енді Сманов деген тіпті басқаша сөйлейді. Бұлардың қайсына сенеміз? Қайсының артынан жүру керек? Маған осында бір тағы бар. Менің religia.kz деген сайтыма бір адам жазған туралы мен бір лекциямды айтып едім. Осымен мүфтияттың үрген иттерінің қайсының артынан жүреміз деген сұрақ қойған еді. Сол сұрақты өздеріңізге де мен қояйын. Қайсының артынан жүресіздер? Қайсысы дұрыс айтады? Әрбіреу әр түрлі айтады, әрбіреу әр жаққа тартады. Мысалы бәрі ханафитпіз дейді. Ал енді ұстаздар қаншама, 10 шақты, 20 шақты ұстазы бар. Әрбіреу әр жаққа тартады, әрбіреу бәрі айтады, ой, менің ғана ұстазым дұрыс айтады, менің ғана ұстазым тура жолмен жүреді дейді. Ал интернетті қарап отырсаңыз, бірін-бірі боқтаған ханафиттер, бірін-бірі жоққа шығарып отырған, бірімен бір ұрсысып жатқан ханафиттер. Ал енді ажырасу туралы сұраққа тоқталатын болсақ, Құранды оқу керек, Құранда Алла тағала айтып отыр. Ажырасудың 3 түрі бар деп, 3 стадиясы бар. Әрбір талақтан кейін Аллах тағала өзінің мейірімімен, құдіретіменен бізге 3 ай рұқсат беріп отыр. 3 айдың ішінде егер ашуың басылып, қайтадан қосылғың келсе, қосылуға болады. Ал енді бір айтқан талағыңыз бір талақ болып есептеледі. Немесе 3 рет айтыңыз, 1000 рет айтыңыз, 1 рет айтылғаннан кейін ол бір-ақ талақ болып есептеледі. 3 талақ болып ешқашан есептелмейді. Өйткені әрбір талақтан кейін 3 ай уақыт өту керек. Алла тағала Құранда айтады, уақытты сақтаңдар дейді. Ал енді біздің мына дүмше молдалар, дүмше ғалымдар 1 рет 3 рет талақ айттың ба, болды, бітті. Осыменен Аллахтың берген 3 стадиясы осымен аяқталды деп есептейді. Жоқ, олай емес. Әрбір талақтан кейін 1 рет айтыңыз, 1000 рет айтыңыз, ол 3 айға созылады. 3 айдан кейін бірақ, егер әйел менен күйеуі ортақ шешімге келмейтін болса, онда ажырасады. Ал енді 3 айдың ішінде қайтадан қосыламыз деп шешетін болса, онда бірінші талақ өтті деген сөз. Қайтадан онда неке жасамайды, қайтадан қосылып әрі өмір сүре береді. Одан кейін екінші рет тағы да талақ айта алатын болса, онда тағы да 3 ай тосу керек. 3 айдың ішінде қайтадан қосыламыз десе, тағы да қосылып жүре береді. Одан кейін тағы да 3-ші талақ. 3-ші талақтан кейін оның әйелі харам болып есептеледі. Күйеуіне. Қайтадан қосылу үшін әйел басқа бір еркекке күйеуге шығып, қарым-қатынас жасағаннан кейін бірақ қайтадан талақ алып, қайтадан күйеуіне қосылуына болады. Бірақ оның өзі осы мақсатпен ғана істелмеу керек. Ол күйеуіменен адам сияқты біраз уақыт тұру керек. Одан кейін бірақ қана талақ алады. Сосын 3 ай өткеннен кейін барып, бірінші күйеуіне қайта қосылады. Сондықтан да құрметті мұсылмандар, талақ деген ойыншық емес. Ауыздарыңызға ие болыңыздар. Шайтан деген адамзаттың жауы болып есептеледі. Шайтан азғырған кезде қаншама ызаға түссеңіздер де, қаншама әйеліңізді жек көріп кетсеңіздер де, ауыздарыңызға ие болыңыздар. Ішіңізден сабыр деп сабыр сақтаңыздар. Ал енді Алла тағала Құранда не дейді міне? Мен сіздерге орысшасын оқып берейін, тыңдаңыздар. Когда вы объявляете развод женам, то разводитесь в течение установленного срока. Ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, Господа вашего дейді. Сондықтан да әрбір талақтан кейін уақыт өту керек. Мынандай дүмше молдаларды тыңдамаңыздар. Олардың егер бұлшылдың естейтін болсаңыздар,
қашып кетіңіздер. Менің қолымда билік болса, мен бұларды не мешітке, не микрофонға бірнеше километрге жақындатпас едім. Сақтаныңыздар. Ақымақтардан дүмше молдалар. Бірден 3 талақ айтса, 3 талақ түседі ме? Талақ не екенін білмей айтса, талақ не екенін білу қайдам енді? Бірақ ажырасамыз деп айтса, талақ түседі. Егер талақты 3 талақ деп бір орында айтылса, 3 талақ түседі. 4 мазхаб бойынша да, білбаңыздар. 4 мазхаб бойынша да. Біреулер айтады, жоқ, Омар халифаның сөзі бар, 3 талақ, 1 талақ болған, ондай-мұндай дейді. Ол хадистің бәрі пайғамбарымыздың алдындағы амалдан ешкім емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лиан уақиғасын іздеп көріңіз, өзіңіз тауып аласыз. Осы хадисті 4 мазхаб қатар айтады. Осыдан үлкен уақиға жоқ. Мынау бірден сондай 3 талақ беріп кететін сондай геройлар шықты қазір. Геройлар сондай өте батыр есептейді өздерін. Ой, мен жігітпін дейді. Не болсын, бір ұрғанда 3 талағын беріп бітсін жарым дейді. Олар герой емес, олар надандар олар. Сүннет бойынша 3 талақ бірдесін берілмейді, ол бидағат ол негізінде. Сүннет бойынша не 3 айдың ішінде беріп шығу керек. Шынымен айырылысқың келіп жатқан болса, неге ол талақтың ішінде де өзі сондай мерзімдер не үшін болып жатыр десе, ұрысып қалды, енді талақ айтылмау керек еді, бірақ айтылды, жарайды.